Бүгін 17-ші күн. Бүгінгі күніміз пейнтболдан өтті. Жаңа таныстар, таныстық. Әртүрлі саладағы адамдармен таныстық, әңгімелестік, ой алыстық. И просто сол кезде мана содан кейін қыдырып нет болды да, үйге келдім. Кітабымды қостым. И тыңдап жатқан кезде бір ой келді андай. Бізде кейде андай ойлар болады. Допустим, если Ақтөбедегі жігіттер болса, қыздар болса, Алматыға барғаннан кейін мен бастаймын. Просто Алматыға барып алайыншы. Или Ақтөбеде жүрген балдар болады. Мен work and travelмен, тағы да басқа нәрсемен Америкаға барсам, айрам, бастаймын сол кезде. Үшім, или Ақтөбедің ауылындағы, басқа Қазақстандағы ауылда адамдар болады, балдар болады, которые мен ауылда қазір бастайтын смысл жоқ. Мен қалаға барғаннан кейін бастаймын, үлкен қалаға барғаннан кейін, мүмкіндіктер бар қалаға барғаннан кейін бастаймын. Қазір менде просто желание жоқ, қазір көздерінде от жоқ та, и ойлайды, қателеседі, что Америкаға барғанда, Алматыға барғанда энергия ашылады, сол кезде айрам, өзімді қолға аламын, таңертең ерте тұрып бастаймын. Так. В общем, бүкіл қазір жасамайтын нәрселердің барлығын мен сояқта жасаймын. Қазір менде смысл жоқ деген сияқты ой болады. И ол ой қате ой. Неге? Потому что если сенде қазіргі положениеңда көзіңде от болмаса, сенде вряд ли барған кезде от болады. Сенің қазір қоршап отырған, сен тұрып жатқан үйің, ауылың, қалаң, сені іс-әрекетке шақыруға кедергі келтірмеу керек. Потому что ол нәрсе сенің жүрегіңде болу керек, ол оттың барлығы, көзіңде болу керек оттың барлығы, да, что сен прям андай ғой, негізгі путь былай басталады. Если былай андай успехқа жеткен адамдардың барлығын қарасақ, олар гаражда бастады деген сияқты әңгімелер ғой. Әркім әртүрлі жерде бастады. Олар главное бастады. Бастағаннан кейін олардың жолы ашылып бастады. Да? Олар сразу жол ашылғаннан кейін бастап іс-әрекет жасаған жоқ. Олар қазіргі жағдаймен, қазіргі бар нәрселесімен іс-әрекет жасап бастады. Сенде қазір от жоқ па? Сенде Алматыға барғаннан кейін, или басқа қалаға барғаннан кейін, шетелге шыққаннан кейін от пайда болмайды. Уақытша болуы мүмкін, ол андай бір эйфория, что Америкадан күшті Инстаграм салдым, мен көрдім бе, я крутой деген сияқты болуы мүмкін, да? Но уақытша. Потом ол от түсінеді, потому что сенде от алдында болған жоқ. От сенде неге жоқ? Потому что сен өзің ісімен алып жатқан жоқсың, сенен ол нәрсе саған кайф беріп жатқан жоқ. Сол үшін қазіргі положение қандай болмасын, сенде отты қазір табу керек. Сенің желаниеңді, когда сен ауылда істеп бастайсың ғой, допустим, ауылда таңертең ерте тұрып, бүйтіп жүгіріп жүріп, сондай бір кітап оқып, в общем, сол ортадан, сол деңгейден, ауылдың деңгейінен сен рухани, іштей мидай, в общем, бүкіл интеллектуальный бүкілінен дамысан, енді сол кезде бір щелчок болады да, сені қалаға осылай, да, сені қалаға бір адам, бір ағаң, бір шақырат бірдеңе қылып. Түсіндің ба? Оған дейін сен ауыл деңгейде тұрсың да просто. А сені, что сенде потенциал бар екенін, сен, в общем, любой жерде сен өзіңнің кім екеніңді, не істей алатыныңды всегда айтып отыру керексің, транслировать етіп, да? Мен осындаймын деп. И сен соны көзіңде от бар екенін қазірден бастап салып бастау керексің. Қазірден бастап сен әлемге айту керексің кім екеніңді. Сонда адамдар сені түсінеді, что ты достоин деген сияқты. А то адамдар ойлайды, мен ақылдым, мен қазір оқыдым, мынаны бітірдім дейді, соны бітіріп бас істеп жүре береді. Но как будто олар чувствует, что қазір мен бір универ шақырады, дерзкий универ, сояққа барып, сояқта жасаймын деген сияқты. Или бір приглашениені күтеді мені. Олар, егер сен өзіңнің кім екенін айтпасаң, қазір сенде от бар екен көрсетпесең, саған ешкім айтпайды, сен ойлайды ауылдың деңгейінде, потому что айтқан жоқсың. Айтпаған адамға білмейді ештеңе. Сол үшін қазірден бастап, если ауылда болсаңдар, Ақтөбеде болсаңдар, қалай, үшім үлкен қалада болмасаңдар, это не причина сендерге бастамауға. Қазір бастаңдар, қазір өзгеріп бастаңдар. Когда сендердің сол кезде дамып бастайсыңдар, сол, допустим, Ақтөбенің деңгейінен өтесіңдер үстіге қарай, да, более үлкен қалаға достоин болған кезде бір реті келіп, в любом случае сен сол қалаға шақырады.
в любом случае ретте келіп үйдегілер көреді сен қалай тырысып жатқаныңды. Сен просто так жүріп мамамен Алматыға барамын, қой үйде отыр не істейсің дейді. Неге? Потому что білмейді сен не істеп жүргенін. И так сен үйде бүйтіп ұйықтап жатсың мал болып, да, допустим. Саған айтады мен Алматыға хочу деп. Сен мамаң ойлайды, что сен де барып неғып сөйтіп ұйықтайсың мал болып. Сол үшін сен қазірден көрсету керексің сенің потенциалыңды. Содан кейін саған адамдар сеніп бастайды. Сол үшін ешқандай причина іздемей қазірден бастаңдар. Қазір мамаларыңа, семьяларыңа, бүкіл әлемге кім екенін көрсетіңдер. На что вы способны, да? Потом барып сендерге сенеді. Просто бос сендерге сенбейді. Кім болсын, ата-ана болсын, не болсын. Потому что сен өз потенциалын көрсеткен жоқсың. Сен ойлайсың, мен потенциалым Америкада ашылады деп. Ондай нәрсе жоқ негізі. Сол үшін өз потенциалдарыңды түсіндірмеңдер. Қазіргі деңгей өскілерің келе ма? Барғаннан кейін, Алматыға барғаннан кейін өсірмеңдер. Ақтөбенің деңгейінде, мен просто Ақтөбеден болғасын, Ақтөбеге көп айтамын. Ақтөбенің деңгейінде өсіріңдер. Сол деңгейіне өскеннен кейін, сол халықтың деңгейіне өскеннен кейін сендер осы қалаға бірдеңе болып келесіңдер. Ақтөбенің деңгейі төмендеп жатқан жоқпын. Но сравнительно Алматы мен Алматының адамдарының деңгейлері басқаша. Сол үшін дамыңдар, өсіңдер. И вдруг Алматы емес, вдруг вообще шетелге кетесіңдер, Турцияға кетесіңдер. В общем, дамыңдар, дамуын тоқтатпаңдар, и дамуды қазірден бастаңдар. Несмотря сендер қандай қалада болсаңдар да, несмотря ни на что, короче. В общем, давайте, тапаңдар, бүгін 17-ші күн. Шүкір, кеттік.